Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен түріктің маклюбе деген тамағын қалай жасалу жолын көрсеткім келіп тұр. Мен бұл тағамды 7 жыл бойы жасап келе жатырмын. Біздің отбасымыздың сүйікті тағамдарының бірі. Дастарханға қойылуының өзі ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар: пияз, картошка, сәбіз, ет, тұз, сұйық май, күріш. Пияз, картошка, сәбізімді ашып, соломка қылып турап алдым. Пиязды қалауларыңызбен турасаңыздар болады. Етімді де соломка қылып турап алдым. Жалпақтау қылып турауға болады, немесе фарш қолдана берсеңіздер де болады. Бізге 2 зат керек болады тамақты жасау үшін. Ол бірінші сковородка, немесе мен сияқты қазанмен қолдансаңыздар болады. Екіншісі бөлек бір кастрюля шұңғылдау болады. Соған пісірген тамақтарымызды жинайтын боламыз. Пісіру барысында көрсететін боламын барын қалай жасау керектігін. Бірінші пиязымызды кішігірім сұйық май құйып, қазанымызға пиязымызды салып, пиязымызға міндетті түрде тұз себеміз. Тұз себемізде пиязымызды қызартып қуырып аламыз. Қуырған заттарымызды осы кішігірім кастрюльге жинайтын боламын. Егер де сіздердің отбасыларыңыз үлкен болса, онда үлкенірек қазанға жинасаңыздар болады. Біздің отбасымыз кішігірім болғандықтан осында кішігірім кастрюльге жинайтын боламыз. Қуырып алған пиязымызды осы кастрюльдің табанына жайып салып шығамыз. Пияз қуырған қазанымызға етімізді салып қуыратын боламыз. Қазанымызды жумаймыз, сұйық майын төкпейміз. Үстіне етімізді салып, тұзымызды сеуіп, қазанымыздың отын көтеріңкіреп, крышкасын жауып, бір 5-6 минутқа қоямыз. 5-6 минутта біздің етіміздің суы шығады. Суы шыққан кезде қазанымыздың астын басып 30 минутқа қоямыз біздің етіміз пісу үшін. 30 минутта етіміздің суы тартылады. Суы тартылған кезде барып етімізді қазаннан алып кастрюлемізге салатын боламыз. Піскен етімізді пияздың үстіне саламыз. Пияздың үстіне салғаннан кейін етімізді нығыздап басатын боламыз. Біздің етіміз пиязымызға жабысып, нығыз болып тұру керек. Себебі біз кастрюльді аударған кезде біздің етіміз, біздің барлық пісірген заттарымыз бір-біріне жабысып тұру керек. Ыстықтай күйінде нығыздап бассаңыздар жабысып қалатын болады. Енді картошкамызды қуыратын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, картошка сұйық майды жақсы көреді. Сұйық майды көбірек құямыз. Картошкамызды саламыз, тұзын себеміз. Қазанымыздың астын жай отқа қойып, су құймаймыз, жай отқа қойып 15-20 минут картошкаларыңыздың пісулеріне қарай картошкамызды толықтай қуырып пісіріп аламыз. Піскен картошкамызды етіміздің үстіне саламыз. Салғаннан кейін бағана етімізді басқанда, енді картошкамыздың да үстінен басып, етімізге жабысып тұратындай қылып нығыздап басып шығамыз. Енді сәбізімізді қуыратын боламыз. Сол бір қазанға қуырып жатырмыз. Барлық затымызды, қазанымызды жуған жоқпыз, сүрткен жоқпыз. Сол ішіндегі қалған сұйық майымен қалғандарын қуырып жатырмыз. Сұйық май құйғаным түспей қалыпты. Сәбіз қуырғанда тағы да кішігірім сұйық май құйып жіберу керек. Себебі сәбізіміз сұйық майды жақсы көреді. Сәбізіміздің үстіне тұзымызды сеуіп, жаңағы картошкамызды қуырғандай баяу отқа сәбізімізді де қуырып аламыз. Сәбізіміз өте тез пісетін болады. Бір 5-6 минуттың ішінде. Сәбізіміз қуырылып жатқан кезде күрішімізді 2-3 қайтара жуып, су құйып, бір 10 минутқа қойып қоямыз. Күрішіміздің үстіне су құйылған тұз себеміз, үстіне кішігірім. Картошкамыздың үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді кастрюляның жан-жағына салып шығатын боламын. Ортасын ашып қоятын боламын, себебі мен сәбізім аз. Біздің балалар сәбіз жақсы көрмегендіктен мен аз-маз ғана сәбіз салып отырмын. Егер де сіздер сәбіз жақсы көрсеңіздер, көбірек салсаңыздар, онда менкіндей қылып ортасын ашып қоймай қойсаңыздар болады. Ортасын ашып, неге ортасын ашып қойдым? Біздің кастрюлямыз төңкерген кезде біздің сәбізіміз көрініп тұру үшін шет-шетіне ғана салып қойдым. Сәбіздерімді тура видеода көрсетіліп тұр. Салғаннан кейін сәбізімізді де нығыздап басып, картошкамыздың үстіне жабыстырып шығамыз.
сәбізіміз қуырғаннан кейін қазанымызды жумаймыз, тазаламаймыз. Сол ішіндегі бар сұйық майға біз күрішімізді саламыз. Күрішімізді салғаннан кейін тұзымызды себеміз. Үстіне су құямыз. Су сіздер қанша күріш салыңыздар, сол күріштің бетпе-бет болып тұру керек. Одан өте көп құйып жібермеңіздер. Себебі күріштеріңіз бұғып қалады. Шашылып пісу үшін кәдімгідей біз күріш гарнир пісіретін боламыз. Күрішіміздің суын орташа отта қайнататын боламыз. Суы тартылып кеткенше. Суы тартылып кеткенін қалай білу үшін біз күрішіміздің барлығын ортаға жинап отыратын боламыз. Сол кезде күрішіміздің суы толық тартылып кеткені көрінетін болады. Күрішімізге шым-шым тұзымызды себеміз. Күрішіміздің суы тартылып кеткеннен кейін видео түспей қалыпты менде 3 үлкен қасық сұйық май құятын боламын. Сұйық май құйғаннан кейін барып күрішіміздің астын өте жай отқа қойып 15 минут пісіретін боламыз. 15 минутта біздің күрішіміз пісіп шығады. Менің қазаным ауа шығармайтын, крышкасы резинамен. Сол себепте мен бетін еш нәрсемен жаппайтын боламын. Егер де сіздердің қазандарыңыз резинамен емес болатын болса, онда қазандарыңыздың бетіне фольгамен жауып күріштеріңізді пісіргендеріңіз дұрыс. Сол кезде күріштеріңіз шашылып жақсы пісетін болады. Піскен күрішімізді кастрюлямызға саламыз. Барлығын салғаннан кейін күрішімізді жақсылап басып шығамыз. Біздің заттарымыздың барлығы толықтай піскен. Етімізде, күрішімізде, сәбізімізде, картошкамызда барлығы. Сол себептен біздің маклюбеміз дайын, қыздар. Енді жақсылап басқаннан кейін кішкене біздің күрішіміз картошкамызға немізге бір-біріне қатты сыну үшін ыстықтай тұрып кастрюлямыздың бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін біз кастрюлямызды табағымызға аудара береміз. Оны қазір видео барысында көрсететін боламын. Маклюбеміздің бетін 5-6 минутқа жауып қойдым. Енді осылай шиша табаққа аударатын боламын. Егер де сіздерде темір табақ болса, онда бірден аудара берсеңіздер болады. Ал егер менікіндей шиша табақ болса, тура видеодағында аударып аламыз. Біздің тамақтарымыздың барлығы сұйық майға қуырылғандықтан біздің ыдысымыз өте оңай алынатын болады. Біз тамағымызды нығыздап басқандықтан біздің тамағымыз шашылып қалмайтын болады. Өте ерекше тағам. Міндетті түрдегі жасап көрмеген болсаңыздар, жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Отбасыларыңызға ұнайтынына 100% сенімдімін. Қияры, пияз, қызанақты турап, тұз сеуіп араластырып қойдым. Осылай 4 бұрышты майдалап тураған дұрыс. Біздің тамақтың жанына қоямыз. Негізінде рецепт бойынша айран құйылады ашық жеріне. Біздің балалар жолдасым айран қаламайтын болғандықтан мен айран құймайтын боламын. Егер де сіздер айран құйып жесеңіздер, өте керемет дәмді болады. Өзім бөлек ыдысқа айран құйып жейтін боламын. Негізінде магазиннің емес, кәдімгі қолдың айранын салып жесеңіздер, дәмі өте ерекше дәмді болады. Егер де видеоны дәл осы жерінен көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып отырыңыздар, комментария жазып отырыңыздар, түсінбеген жерлеріңізді міндетті түрде жауап беретін боламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.